6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап күлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жан досым, Өмірімді өзгерткен жағдай... Білем, Хайди Дёрфлиге келгенде бәрі өзгеріп, бұрынғыдай болмайтынын білдім. Ол Батыр Агатстан битті тәтесімен келді. Қандай әдемі жер. Керемет. Тау оған бір көргеннен ұнаған сияқты. Хайди! Хайди! Тәте, дұрыс айтыпсыз. Бұл әдемі жер екен. Керемет. Хайди, аяқ киімің қайда? Шәлің қайда? Әне, Ох, киімдеріңді солай айдалаға тастайсың ба? көбелек қуып келе жаттым. Ыстықтап кеттім, сосын... Сәлем. Шынымен де сүйкімдісің. Менің атым Хайди. Хайди, ешкіммен сөйлесіп тұруға уақыт жоқ. Барып киімдеріңді ал. Сол күні Хайдиді бірінші рет көрдім. Айтшы бақташы, ақша тапқын келе ме? Анаяқ киімен шәлін әкеп берші. Ха-ха! Абайлап ұста. Тыйыныңды ал. Бұл сенің ешкілерің бе? Бәрі сенікі ме? Шөре. Ол сөйлей алмай ма? Жоқ, өзі сәл жабайлау сияқты. Шынымды айтсам, сол кезде аздап ұялдым. Және бастапқыда қаладан келген кішкентай қызбен уақыт өткізгім келмейтін. Иә. Сенмен бірге шыққаным жақсы болды. Бас бақташ екеніңе қуанатын шығарсың. Тағы сөйлей алмай қалдың ба? Жоқ, мазамдала бермеш. Байқа, ешкілер жолдан шығып кетпесін. Қонжық, ақу, сүрлеуге түсіңдер. Қане жүріңдер, жалқау ешкілер. Бүгін әбден ұрыс естіген сияқты. Жоқ, бұл ешкілер айтқанды бір тыңдамайды. Сенің атыңа ғана көнеді. Жүріңдер. Ей, доғар, қой деймін. Малды ұруға болмайды. Неге болмайды? Ешкі бағуды қаланың қызынан үйренем бе? Өтінем ұрмашы. Егер ұрмасаң, саған тұсқасымның жартысын беремін. Өтінемін. Нан мен ірімшіктің жартысын ба? Жарайды, қолыңнан келсе бұларға сен ақ қара. Ал қонжық пен аққу сенде тыңдамаса, тұсқасыңды алам, ешкілерді сабаймын. Түсіндің бе? Қане. Жүріңдер, басқа ешкілердің қасына барыңдар. Ол не істеп жатыр екен? Иә, дұрыс айтасың. Ана қыз екі ешкіні ертіп, таудан түсіп кетпей тұрғанда барайық. Қане. Жүріңдер, жетейін дедік. Дұрыс келе жатырсыңдар. Мынаны қарай көр. Көрдің бе? Таяқсыз да келе жатыр.
Бәрібір түсқасыңның жартысын бересің. Е, Хайди малға қарай алады. Ол аң құстардың көбіне көмектесті. Джозеф, не боп қалды? Не көресің? Хайди, Джозеф, тиіспе. Торғайды құтқарыпсың, Джозеф. Ақылды менің. Оңалып кетесің. Саған өзім көмектесемін. Әжем торғайды құтқару үшін ерекше өсімдікті, яғни жусанды әкелді бет. Бұл оңай болған жоқ. Питер, міне, таптым. Міне, қара. Балалар, бұл тұнбаны торғайға беріңдер. Ол бірде бөлтірік тауып алды. Күшік, не болды? Байғұс-ай. Қиналып тұрсың ба? Қозғалма. Саған көмектесем. Қорықпа. Сен қиналып тұрсың. Қақпаннан өзім шығарып алам. Өзім шығарам. Қанеке, сен қорықпа. Мен саған өзім көмектесемін. Қане? Рахмет, Джозеф. Жарайсың. Қақпан қатты екен. Жарайды. Маған бір сат керек. Мына бұтаны қолданайын. Сені шығарып алам. Қорықпа. Міне, шығайын дедің. Құтылдың. Аң құстарды жақсы көргені сонша, бір күні бақташы болам деді. Қане, тұяқ кесу орындалды. Ешкілерді жалғыз алып жүру орындалды. Жақсы, енді соңғы сынақ қалды. Ол не, Питер? Ол... Міне ол. Судан өту керек бе? Е, көмекшісіз. Мынаны өзің өткізіп көресің. Өзің. Бірақ ол судан қорқады ғой. Әрине. Қане, келе ғой. Кел. Шөре. Шөре, кел. Жақында. Келе ғой. Иә, жарайсың. Өтінем, қорқпа. Дұрыс келе жатырсың. Қап. Асықпа, қолыңнан келеді. Тағы бастап көр. Жүре ғой, олар күтіп қалды. Жүре ғой. Шөре. Кел, иә. Келе ғой. Қане, мұна өте керемет тұз дәмді. Жүрші, өтінем. Бері кел. Әрине, торғайым. Сен сияқты ысқырып үйренуім керек. Жарайсың, Хайди. Келіп те қалдың.
оны судан өткіздім. Міне, сонымен... Хайди, сен бас бақташы болдың. Ха-ха! Мен бас бақташымын. Бас бақташымын. Рахмет саған, Питер. Рахмет, Питер. Хайди бәрін тез үйренетегін келді. Сондай-ақ керемет үйретеді. Және соңғысы, жасырын сөзін дыбыстап айт. Ж, А, С, Ы, Р, Н. Солай ма? Жасырын? Жоқ. Бұл қиындау екен. Қайтадан көр. Қане, Ж, А, С, 2 ының керек жоқ. Жасырын. Ж, А, С. Мұнда 2 ының керек жоқ. Ж, А, С, Р. Жасыр. Сосын Сосын ны қосып айтамыз. Жасырын болады. Сонда Ж, А, С, Р, Н болады. Жасырын. Енді бұл сөзді ұмытпаймын. Еш қашанда. Жасырын. Енді бұл сөзді ұмытпаймын. Мектепке барғым келмейтін, бірақ Хайдидің арқасында жақсы оқушы атандым. Жарайды, тынышталыңдар. Сынақ нәтижесін оқып берейін. Бір ғана жеңімпаз болады. Біздің бұл жылғы жеңімпазымыз Питер. Біліп едім. Сен үшін қуаныштымын, Питер. Өте қуаныштымын. Питер, келіп сыйлығыңды ал. Рахмет. Бұл өз еңбегің, Питер. Жарайсың. Хайдиге бауыр басып қалғанымды оның Франкфуртқа кеткен кезінде түсіндім. Хайди! Питер! Хайди! Питер! Хайди, кететін болдың ба? Бірақ көп ұзамай келем. Питер! Ата! 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 Үйім сенсіз қаңырап қалатын болды. Мен бірер күннен кейін келем, ата. Уәде берем. Иә, сен де сағынамын. Джозеф, мен сен сағынатын боламын. Хайди, қуыршағыңды ұмытып барасың. Абайлап жүр, жарай ма? Сізді сағынатын болдым, ата. Кездескенше. Сау болыңыз, ата. Сау бол, Питер. Сау бол, Хайди! Сау бол, кішкентай бақташым. Қалаға барып не істеген білмеймін, бірақ нәрсені білем. Хайди қалада Кларамен танысты. Дитаның жиенісің бе? Кір, тезірек кір. Кел, мұнда отыр.
Маған елмесең де болады. Кел, мен Кларамын. Олар тез-ақ тіл табысып кетті. Менің атым Хайди. Хайди, Клара жүріп кетсе екен деп армандады. Әдемі екен. Әкеңе ұнайды деп ойлаймын. Әкем шоколад тортын қатты ұнатады. Соны жеп отырғанда бар өтінішіңді орындайды. Әкеңе қатты ұнайтын бір нәрсе бар. А? Сенің жүргеніңді көру. Хайди, бұл әзірге мүмкін емес. Жай ғана тұрып көрші. Әкең қатты таңғалар еді. Қане, көрейікші. Қане, өтінемін. Терезенің жақтауына сүйен. Аяқ қолың созып тұр. Қане, тұрып көр. О, тұра алмаймын, Хайди. Тау шыңында тұрмын деп ойла. Питер сияқты батылсың. Тек бұлай сәл көтерілсең болды. Міне. Бұл қиын екен, қолымнан келмейді. Алайда Хайди тауды қатты сағынды, сондықтан ауырып қалды. Клара, сендей құрбым болғанына қуанам. Мен тек тауға үйреніп қалған едім. Үйімді, атамды сағындым. О, Хайди. Үйден жыраққа кету оңай емес. Сағынасың. Бір күні тауға барсам, қалай қарайсың? Демалыста ма? Жазда ма? Мүмкін, одан көбірек уақытқа. Шынымен бе? Хайди! Ата! Джозеф! Келе ғой! Ол келгенде қатты қуандым. Альпі шалғын екеміз ғана аралап жүрдік. Тауларым! Қош келдің, Хайди. Е, ол келді. Ал Клара жазғы демалысын Хайдимен бірге өткізуге келгенде... Мүлде қуанған жоқпын. Питер, бұл Клара. Клара, бұл Питер. Бас бақташы. Қайырлы күн, Питер. Қайырлы күн. Селге шығып Клараға үйшікті көрсетейікші. Мен кеттім. Қане ешкілерім, жүріңдер. Не болғанын айтшы. Хайди ғой. Ол енді досым емес. Неге олай? Құрбысы Клара келгелі бері мен шалғынға бармайтын болды. Бүгін жексенбі күні шалғынға бардың ба? Солай ма? Жоқ. Хайдиді көруге бардым. Ал ол Клараны ертіп келіпті. Ол біздің сертімізді бұзды. Құрбысы Кларамен бірге шықса, ол сертін бұзайын деген емес. Бұл жөнінде өзіме сөйлестің бе? Сол ісіме қатты өкіндім. Питер! Питер! Клараның арбасын сен құлатып жібергеніңді білем. Неге өйткеніңді білем. Бұл ісіңе ашуланған жоқпын. Енді Клараға ол арбаның керегі жоқ. Ол жүре алады.
Клара жүріп жүр. Уайымдама. Клара енді жүре алады. Клара жүре ала ма? Иә, Кешірші, Хайди. Питер. Әйтеуір соңында бір-бірімізді түсіндік. Хайди бәрін түсінетін, ерекше жан. Бұл Хайдидің ерекшелігі. Ол айналасына шуақ шашады. Ол менің жандосым, және өмірімді өзгерткен адам. Питер, Хайди, көкеме көмектеспейсің бе? көмектестім, жұмыс бітті. Не жазып отырсың? Шығарма. Шынымен бе? Ол не жайлы? Ол өмірімді өзгерткен жағдай туралы. Солай ма? Ол не? Бұл ондай жағдай емес, бір адам туралы деуге болады. Түсінікті. Мен де өмірімдегі ерекше адам жайлы жаздым. Өлең жаздым. Оқисың ба, Питер? Оқисың ба? Оқығым келеді. Сағындым сұлу көктемді. Сағынып көктем жеттенді. Дауылмен өтер түндері, келеді жаздың күндері. Дос таптым бір мен жазда, атын жаздым қағазға. Мейірімді шыншыл жан, достығымыз жарасқан. Фильмнің соңы. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.